тура 79 жыл бұрын, яғни 1941 жылдың 22 маусымында Ұлы Отан соғысы басталған болатын. Кеңес одағының армиясы фашистік Германиямен соғысуға мәжбүр болған еді. Қазіргі таңда бұл күн еске алу және де аза тұту күні болып есептелінеді. Сұм соғыста қаза тапқан ата-әжелеріміздің құрметіне арналған өлеңдер тізбегін қабыл алыңыздар. Соғыстың соңғы көктемі жасылмен бояп қойғанбыз. Жап-жасыл таудың бөктері, ойлары да мынау қырлады, жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлшек келді, айналды әсем барманға. Соғыстың соңғы көктемі. Соғыстың соңғы көктемі көп болды нұрын төккелі, жап-жасыл анау аспан да сірә көктеді. Бойына таудың асылып, шығыла тұрды көк меңі, қызғанып гүлін жасырып, қылтанақтар да көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Над дорогой боевой моей в высоте орлуют два орла, и один из них ночей черней, у другого белые крыла. Если черный нынче победит, мне в бою не выдержать и дня. Если белый в битве устоит, дома встретит милая меня. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить.